Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге мерекелік дастарханға арналған тойымды әрі тез жасалатын салаттың рецептісін ұсынғым келеді. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен тауық етін алып ұзынша етіп тураймыз. Мендегі дайын тауық еті. Бірақ сіздер тауықтың төс етін алып пеште немесе суға қайнатып пісіріп алсаңыздар да болады. Немесе дайын түрде дүкеннен сатып алсаңыздар да болады. Одан кейін 2 дана қызанақты да осылай ұзынша етіп турап алып ыдысымызға саламыз. Үш дана жұмыртқаны да алып, осылай ұзынша етіп турап алып, бірге саламыз. Енді үлкен 3 дана салат жапырағын қолмен ұсақтап турап, оны да саламыз. Аздап қана тұзымызды саламыз, одан кейін майонезімізді саламыз. Одан кейін барып, қасықпен кішкене ғана араластырып, ары қарай қолмен жақсылап араластырамыз. Қатты езудің қажеті жоқ. Содан кейін көп араластырудың да қажеті жоқ. Салатымыз езіліп кетеді. Мінекей салатымыз да дайын болды. Енді ыдысымызға теңді 2-ге бөліп алып саламыз. Одан кейін бетіне өзіңізге дәм ұнаған кез келген сырды алып үкіштен өткізіп бетіне себесіздер. Мінекей достар, салатымыз да дайын болды. Сіздерге міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Егер де салат ұнаған болса, лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.